Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет, тез әрі оңай жасалатын печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар. Бізге алдын ала 2 жұмыртқа керек болады. Қант салдым. Қантымыз бен жұмыртқамызды жақсылап араластыратын боламыз. Сүт құйдым. Сүтіміз жылы болуы тиіс. Содасын саламыз. Кішкене тұз саламыз. Жылы су құямыз. Осылайша жақсылап араластырып, ұн салатын боламыз. Ұнымызды лопатканың көмегімен араластырамыз. Отыз минутқа қамырымызды тындырып қоямыз. Уақыт өтті, енді біз қамырымызды алып жаятын боламыз. Ұн септім. Осылай енді қамырымызды жаямыз. Осылай стаканның көмегімен думалақ жасадым. Және де ай ұқсатып 2 түрлі қып жасадым. Осылай шоколад және де кокос ұнтағымен жасадым. Өте керемет әрі оңай. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода көріскенше.